Сәлем, Разбек. Сәлем. Күнде көрем осылай билеп жүргенді. Осылай билеу саған не береді өзі? Білуге бола ма? Кешіріңіз, бұл енді Мына музыканы сәл ақырындатса бола ма? біріншіден бұл мына келешек ұрпаққа, мына өзіміздің жастарға, өзіміздің мына жаңағы үйде жатып, 4 уақыт тамақ ішіп, қозғалмай мына семіріп кетіп жатқан жастарға мен жаным ашиды. Қандай жақсы міне, Құдай тағалам міне табиғатты берді. Мына жақта су ағып жатыр, терең көл. Біздің мына қалалық әкімшілігіміз бәр жағдай жасап қойды ғой. Тек осы спортпен шұғылданғандар, билеңдер. Енді өзім мына терең көлге шығып, билеген кезде бір ләззат аламда. Қандай тамаша, 2 уақыт билеймін, таңертең кешке. Жаңа билеген сайын бар ғой, мына қан айналу системасы. Мына аяқтан бастап, мына басқа дейін мына ми. Жаңа қан жүреді ғой. Өзің сұлу боласың, өзің әдемі боласың. Мына дене бітім әдемі. Мына спорт билеген адамды тәрбиелейді ғой. Мына кейбір халықтар енді неше түрлі ойлайды. Енді пайғамбар жасына келген мына азамат қалай көшеде билеп жүреді. Я мен де соны сұрайын деп едім. Бұнсын есі, осы кісінің ой өрісі, ақыл есі, дұрыс бекен деп. Осыдан қорықпай ма екен, осындай өсек аяғынан қорықпай ма екен деп мен де сұрағым келіп еді. Осы неге десе былай ғой. Мына Питерден келіп жатыр, Москвадан келіп жатыр, басқа жаңағы шетелден келіп жатқан азаматшалар осы сұрақты маған бірнеше рет қойды. Бұл қалай мына? Күнде мыңдаған адам жүріп, соның ортасында сіз билеп жүрсіз. Сонда сіз қалай өзіңізді мына мұнысы несі ау деген әңгімеден қорықпайсыз ба деген шығар. Жағдайға дейді, ана қалай дейді, мен допустим бишімін дейді. Бір-екі азамат дейді. Бірақ енді мені сіз сияқты билеп жүрсем, олар мен ойлайды, мынау жынданған екен, мынау біртүрлі ауытқымасы бар ма деп. Ана сізге қарасам, сіздікі солай болу керек сияқты дейді. Мына жүрісіңіздің барлығы, қана билеп келе жатсыз. Әңгімеңіздің барлығы, тіршілігіңіздің бәрі осы мына. Сапсау адамдікі. Сапсау адамдікі. Өзіңіз билеп жүресіз. Соған қараймыз да дейді, бұл жаңағы бір жағынан дейді, қызғанам дейді. Сізге қарайын дейді, қызық қарайын. Музыкаңызды өшіріп қойсаңыз да болады, Одан кейін маған айтады. Сонымен қорықпайсыз ба өсектен? Соны айтыңызшы. Сізге қалай әсер етеді елдің сіздің сыртыңыздан сөйлегені? Мен өзім интернатта тәрбиелендім, көшеде жүріп, жаңағы мен үйде отырмаған баламын. Неге интернатта тәрбиелендіңіз? Содан кейін мына емін еркін жүрем. Менде мына жаңағы мына ми құрылысына жаңағы кейбіреулер жазып қояды ғой. Жаңағы ой, олай болмайды, ыңғайсыз болады. Менде оның бәрі жаңағы алынып тастаған. Комплекс жоқ. Комплекс жоқ. Мен емін еркін жүрем де. Емін еркін жүрем. Ол біреу сөйлеп жатыр ма, біреу айтып жатыр ма? Ол енді айтса әркімнің ол жаңағы құқы. Ол айтсын, айтқан да жақсы. Ол сын, пікір талас дейтін, ол да жақсы. Бірақ сізге әсер етпейді. Ол маған әсер етпейді. Тағы бір сұрағым бар. Өткенде осында бір Тереңкөлдің бойында жүріп жүретін толық әйел бар, танимыз бәріміз. Сізбенен билегісі келіп еді, сіз билемей қойдыңыз, не себептен? Неге десе бұлай ғой, енді ол толық адамдар осы күні 10 шақтысы келеді. Енді келіп жатады, жаңағы ойларын айтады, билегісі келеді. Енді давлениялар көтеріліп кетеді. Және ол кісілер енді бұрын билемеген, біріншіден жаңағы бұл айлану керек, қимыл керек, жаңағы мына движение болады, бидің өзінің жаңағы бір әсерлері болады, қимыл. Содан қорқамда, ол кісілермен билегім келеді. Қан қысымы көтеріліп кете ма деп па? Қан қысымы көтеріліп кетіп, енді ол жерде дәрігер шақырып жатсақ, ыңғайсыз жағдай болады. Ал өзіңіз түсінікті, өзіңіз қаншама шақырымды билеп өтесіз? Бір 5-6 шақырым жолды билеп өтетін шығарсыз. Ана жоғары жақта билейтініңіз тағы бар. Сонда сіздің қан қысымыңыз көтерілмейді ма?
мен күнде 8 километр жаңағы билеймін ғой. 8 километр билеймін. Жаңа ғана жоғарғы райкөліктің қасындағы әдемі су саяжайда билеймін. Содан кейін мына парк президентте билеймін. Содан кейін мына Люксорда билеймін. Содан кейін тағы басқа жерлерде жаңағы билейтін қай жерде әдемі би бар, сол жерге барамын. Қай жерде әдемі табиғат бар? Қай жерде әдемі табиғат. Табиғаттың ең мықтысы осы мына Тереңкөл болып тұр да маған. Солай ма? Иә, маған осы. Өзіңіз осы маңда тұрасыз ау шамасы? Иә, осы маңда тұрамын. Таңертең көзімді ашамын да, жуынып шайынғаннан кейін осы Тереңкөлге түсемін. Тереңкөлге түсіп, давление деген төмен түсіп кетеді. Мына биден бар ғой. Керемет сен. Төмен түсіп кеткені қалай? Жоқ, мына өзінің нормасына келеді да. Өзінің нормасына қалпына келеді. Қалыпта келеді. А сізде қалыптан жоғары ма? Менікі 145, жаңағы енді ол бір осылай болу керек қой. Бірақ менікі билегеннен кейін 125-80. Жақсы, қазір 63 жасқа келдіңіз. Енді қанша жасқа дейін билеймін деп ойлайсыз? Мен мына осы биді тастасам, менің өмірім тоқтайтын сияқты. Мен таң қаламын. Осы мына биді тастасам, Иә. биді тастасам, мына бір күн шықпасам, әттең күнім өтті ау деп қатты қиналамын. Bir gün biге шықпай қалсам, өзім қиналамын. Қиналғанда бар ғой. Осы бір күнгі өмірім өтіп кетті ау деп осыны қиналамын. Жас кезіңізде бимен шұғылданғансыз ба? Жоқ әлде бұл сіздің хоббиіңіз ба? Жоқ, бұл менің хоббиім. Мен өзі биді вообще түсінбеген адам. Солам әртістерге қараймын, жаңағы басқа билеп жүрген адамдарға қараймын. Олардың жаңағы адам енді ойға кетеді ғой. Енді биді мен де көрсетейін, қалай билеу керек, өзімді қалай ұстау керек, жаңағы ел халықтың алдында. Сондықтан енді менің осы жолы жарысқа қатыстым бейден. 18 пар. Кәдімгі кәсіби жарысқа қатыстыңыз ба? Әлгі любительский жарыс па? Любительский жарыс ұйымдастырылған 18 парда келді. Оған қатысып... Қандай жарыс? Республикалық па? Халықаралық па? Әр жерден келді ғой енді, әр жерден келгендер бар. Республиканың әр жерінен ба? Әр жерден келді, соны енді 3-ші орын алдық. Солай ма? Иә, оған да шүкір. Ол бидің енді бір несін жіберейін сізге, жаңағы... Жақсы. Ал енді мына бидің қозғалыстарын сіз әдемі қозғаласыз, мынау мүсініңіз тіп-тік. Мұны бидің қозғалыстарын қайдан үйреніп жүрсіз? Мен осыны бар ғой, шынымды айтсам, мына фильмда, пресса, нелерде жаңағы каналдарға кірем ғой. Сол жерде жаңағы жаттығулар көпті. Сол жаттығуларға қарайсың. Енді мынау өнем, өсем, үйренем, талыптан деген адамға. Бұл енді кеш емес. Енді қазір мына ағылшын тіліне барып жатырмын. Солай ма? Иә. Ал? Иә, енді оның сізге не керегі бар? Оның керегі, ол өте керек екен ағылшынша. Ол жаңағы оны өз тіліңді сыйла, қазақтың тілін насихатта, бірақ енді қазақтың тіліне жетер жоқ. Дұрыс қой, енді жақсы, шетелге шыққыңыз келе ма? Шетелге сізге не үшін керек? Шетелге шыққым келеді. Осында әлемдік түкпір-түкпір нарларым келеді, соған өзі жарсырат жоқ. Әлде ғаламтордан шетелдік ақпараттарды зерттегіңіз келе ма? Іздегенде былай ғой, мен билеп жүргенде жаңағы Молдовадан келген мұғаліммен таныстым. Ол кісі мен тауып алды жаңағы. Сол кісі шақырып жаңағы шеттім. Сіз менің группаңызда болыңыз. Сіз керек мотивация жаңағы анау біздің жастарға именно сіз керек болып тұрсыз деп шақырумен жаңағы ағылшынға барып жатырмын да. Солай ма? Ол жерде де билейсіз ба? Ол жерде де жастар көп екен. Ол жерде де билеймін. Негесе жаңағы ол тек ағылшынды ғана үйретіп қоймайды ғой. Енді бос уақытта жаңағы жастарды жинап ұйымдастырады. Жаңағы мұғалімі өте беделді екен. Қазақстанға келген екен, сол ағылшынды үйреткен. Айтыңызшы, сіз қанша жастан бері қарай осылай билеп жүрсіз? Мен билеп жүргенім енді 3 жыл тоқтаған жоқ. Ақырғы 3 жыл осы. Соңғы 3 жылдан бері билеп жүрсіз ба? Иә, таңертең кешке билеймін. Мен сізді баяғыдан білемін билеп жүретініңізді. Ол мен үшін 25 жыл жүрмін ғой. Иә. Енді мына биді айтам. Осы бидің өзін
енді 3 жыл деп енді азайтып айтып отырмын, енді оның алдында да билеп жүрген адамбыз ғой. Иә. Бірақ енді мына 3 жыл осы мына вальске, мына ча-ча-ча, тағы бидің басқа түрлеріне Аха. кірісіп жатырмыз. Жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, мені тойларға шақырады, ақы төлейді барғаным үшін, билегенім үшін деп. Мен енді ондай азамат емеспін. Мен енді мынау бір жеткілікті. Менің ақшам да жетеді, тіршілігім де жетеді, жағдайым да бар. Жоқ, ода тұрған ештеңе жоқ. Қазір қосымша табыстың ешқандай айыбы жоқ. Мені шақырғанда жаңағы былай болып тұр. Мына той болғаннан кейін мына 200-300 адам шақырады. Тойдың ішінде 1-2 адам жоқ. Бұл дұрыс жаңағы профессионалды би билейтін вальс. Иә. Сол үшін мені шақырады да мына құдағи, құдашалардың көңілін көтеріңіз. Жаңағы билеп беріңіздер. Мен ол жерге мен тегін барамын. Жаңа ақы сұрамаймын. Бірақ енді өздерінің ризашылығын айтады да жаңа. Иә. Рахметін айтады ғой әрине. Иә, мына уақытыңызды бөліп келгеніңіз, туған туысқандарымыз жаңағы разы болды, құдағиларымыз разы болды, құдашалар разы болып кетті. Біз енді өзіміз билеп көрсете алмаймыз ғой дейді. Сіз болмасаңыз. Содан кейін енді алғысын алып жатсам, мен ойлаймын, ол да бір шүкір, оған да бір риза болып қайтасың енді өзіңіз. Иә. Сіз биіңізбен ғана ерекшеленбейсіз, сіздің кию талғамыңыз да ерекше. Ол талғам сізге қайдан дарды? Мен енді бір әртүрлі киінемді. Мен мына жаңағы осы бүгінгі киімді ертең қайталамаймын. Иә. Ертең қайталамаймын. Неге басқа киім киіп шығамда. Жалығып кетесіз бе сонда не? Иә, ана киімнен жалығып кетемін. Содан кейін басқа киім киіп шыққаннан кейін осы бір тамаша әсер аламын да өзімді. Жақсы. Киімім басқа, өзі түрім басқа. Негізгі мамандығыңыз кім? Мен енді Қазақстан Республикасының самбодан жаттықтырушы деген жаңағы Жасыл Өлімсірен Республикада басамын. Жаңа атағым бар да. Атағыңыз ба, жоқ, қызметіңіз ба? Жоқ, атақ алдық қой енді өзіміз сол. Сол атақты енді қызмет істеген соң алған шығарсыз? Иә. Салам алейкум. Енді біз Керейдің қасында жүрдік, Керей қойшыбек. Ол 5 чемпион геройдер. Сол кісіден тәрбие алып, жаңағы сол кісінің енді мені қалыптастырып, үйретіп, жаттықтырушыға ол енді анау 90-шы жылдары болған ғой. Иә, жапон күресінен жаттықтырушы болсаңыз, демек өзіңіз де жапон күресімен шұғылданған болып тұрсыз ғой. Енді бұның барлығы осына биге жақындап тұр ғой. Мына осыға спортқа жақындап тұрмын да. Осы содан кейін мен педагогиканың профессорымын, Баковский. Солай ма? Иә, Баковский, мен Байтпеу, Разбек, педагогиканың профессорымын. Сонда сабақ бердіңіз ба бір жерде? Мен жаңағы Академия туризм спорта да бердім. Жаңағы біраз жылдар жұмыс істедім, Закарьяновта, Қайрекемде. Содан кейін жаңағы мынау өмір өзгерді, жайлап жаңағы бизнесқа кеттік деген сияқты кәсіпкерлік керек. Иә. Қандай кәсіппен шұғылдандыңыз? Енді кәсіп болғанда өзім жаңағы қонақ үйім бар, жаңағы елдерге жаңағы мұғалімдер бар, жаңағы жағдайлары қиын адамдар, жаңағы зарплаттары. Енді сондай адамдар жаңағы келеді, жаңағы сол кісілермен де алсақ, сол кісілерге магазин салып бердік, жаңағы продуктовый. Қонақ үйіңіз осы Алматыда ма? Иә, осында Керекөдің қарама-қарсы. Осында жағдай сол әкетіп бара жатқан не жоқ, ол біраз сол өмірге күрес, әдемі жүру, тек жүру, әдемі киіну, әдемі тамақ ішу, әдемі сұхбаттасу, әдемі қыздармен билеу. Жаңа өздеріңізбен мынандай әдемі журналистермен әңгімелесуге қандай жақсы вариант. Рахмет. Осылай енді әдемілікке оранып жүре беріңіз, деніңіз сау болсын, билей беріңіз. Сіздің биіңізден біз ләззат ала берейік. Рахмет.